Қайырлы кеш қыздареки. Менің осы кешкі ужиным осы кефир болмақ. Ертерек ішіп ала беремін. Себебі мен 9-да ұйықтап қаламын. 9-да жатамын ұйқыға, уже 9:30-да. Кейде бір енді ұйықтамайтын болса, көбінде 9-дан бастап жатып ұйықтап қаламын. Сондықтан маған оны жатар алдында ішсем, өткенде 1-2 рет дискомфорт болды. Сондықтан мен осылай ерте ішіп алып жүрмін. Бүгін менде ужин болмайды, өйткені ешқандай көкөніс жеміс жегім келіп тұрған жоқ. Бүгінгі күнгі рационым осымен аяқталады. Ал менімен бірге ұстап жүрген қыздар, сіздерге егер тәбетіңіз тартып тұрса, көкөніс жей беріңіздер. Сіздің ағзаңыз бен менің организм екеуі екі түрлі. Сондықтан менде қорлар бар ма, мысалы көп па, сондықтан жемей жатқан болуы мүмкін. Ал сіздерге ас болсын, жей беріңіздер. Қайырлы кеш қыздареки. Менің осы кешкі ужиным осы кефир болмақ. Ертерек ішіп ала беремін. Себебі мен 9-да ұйықтап қаламын. 9-да жатамын ұйқыға, уже 9:30-да. Кейде бір енді ұйықтамайтын болса, көбінде 9-дан бастап жатып ұйықтап қаламын. Сондықтан маған оны жатар алдында ішсем, өткенде 1-2 рет дискомфорт болды. Сондықтан мен осылай ерте ішіп алып жүрмін. Бүгін менде ужин болмайды, өйткені ешқандай көкөніс жеміс жегім келіп тұрған жоқ. Бүгінгі күнгі рационым осымен аяқталады. Ал менімен бірге ұстап жүрген қыздар, сіздерге егер тәбетіңіз тартып тұрса, көкөніс жей беріңіздер. Сіздің ағзаңыз бен менің организм екеуі екі түрлі. Сондықтан менде қорлар бар ма, мысалы көп па, сондықтан жемей жатқан болуы мүмкін. Ал сіздерге ас болсын, жей беріңіздер.